Армысыңдар, құрметті қонақтар. Бүгін міне біз 12-ші өрлеу группасы өзіміздің массаж курсымызды тәмамдап, жан-жаққа шалғанымыз. Бүгін біздің қоштасу кешіміз және мастер-классымыз. Соған қош келдіңіздер деп айтамын. Осы кішкентай ғана талдырмаш қазақ қызының бойында қазағына деген махаббат, қазағын еткен соққан жүрек, қазақи тәрбие, қайсарлық, табандылық, бірбеткейлік, биік асқақтаған рух және сұлу да нәзік жан, кіршіксіз таза ақталады. Міне біздің Мөнира ұстазымыз осындай. Осылай деп отырып, Мөнира ханымызды ортаға қол шапақтап қарсы алайық. Ассалаумағалейкум, қадірменді, қарағайдай, қайсалы, қазағым менің. Қош келдіңіздер мастер-классқа. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Менің аты жөнім Мөнира Әдіретханқызы болады. Қажетмет массаж орталығының негізін қалаушысы. Өздеріңіз көріп тұрғандардай, артымда бір бала тұрған жоқ, екі бала тұрған жоқ, кәмелет жасына толмаған бала тұрған жоқ, барлығы қолдарында аз дегенде 5 дипломы бар, әрқайсысы әрбір саланың маманы, әрқайсысы бір үйдің отағасы, арасында жүкті еліміздегі мықты қай саланы сұрасаң сол салада жұмыс жасаған балалардың барлығымен менің оқушыларым болды. Енді өзімді әзір бірден танысамыз. Мен массажды қалай үйрететінімді қазір балалардың өз ауыздарынан естисіздер. Біз қазір сақанада 2 бала, ер бала арқаның массажын жасайды. Қайсының массаж жасатам десеңіздер, осы жерге шыға қалыңыздар.
туған жерім көз ұшында құлдырап қала берді. Балалық шақ оралмас қайтып енді, сағынып сарабінге сала берді. Балығым болды сенің де мауқиың, қыраның боп аспаныңда қалқайын. Қайда жүрсең көкейімнен кетпейді, туған жердің аты менен шалқайын. Қайда жүрсең көкейімнен кетпейді, туған жердің аты менен шалқайын. Қайда жүрсең көкейімнен кетпейсің, туған жерім аты менен шалқайын. Енді светімізді жағамыз. Ал енді ондай болса, сұрақтарыңызды осы балаларға қоясыздар. Балалар не деп айтады, тыңдаңыздар. Не үйретіппін, не үйреттім, қажетпеттен не үйреніп шықтыңыздар. Берген ақшаларына риза ма екен? Сол берген ақшалар көп болды ма, аз болды ма? Мен сыртқа шығам, киімімді киіп келем, балаларға қарамаймын. Өздеріңіз сұрап, өздеріңіз шешіңіздер қазір. Содан кейін ары қарай жайды жалғастырамыз.
сәлеметсіздер ме осында жиналған барша қауым. Мен де осында алдыңғы мастер-класста сіздер сияқты осы жерде отырған болатынмын. Осындан алдымдағы екі мастер-класста да осы жерде отырып, талайдан бері бақылап, осы жерге келіп, үйреніп, осындағы балалар сияқты мен де қашан бітіремін деп сөйтіп келген болатынмын. Міне көзді ашып жұмғанша 20 күн өте шықты. Сол 20 күнде біз Мунира ханымның жаңағы массаж сабақтарын үйреніп, бір-бірімізге бауыр басып, ол кісі бізге массажды ғана үйреткен жоқ, сонымен қатар көп нәрселерді үйретті, өзінің бойындағы барлығын үйретті деп айталамын. Бізге осы 20 күн аз болып қалған сияқты. Әлде үйренетініміз көп. Мунира ханыммен осы 20 күнде біз қуанышында да, қайғысында да бірге болдық. Осы біздің 12-ші өрлеуде ол кісінің көп осындай сырттан келіп, ол кісіге қалайсың болады? Өзінің алдындағы оқытқан студенттері келіп жалпы жасаған сол жағдайлардың бәрінде бірге болды. Айтады ғой, 10 данышпанды ренжітсең ештеңе етпейді, бір наданды ренжіткен қиынырақ дейді. Сол үшін біздің Мунира ханым ешқашан да ренжімейді ешкімге. Ренжітіп осы шүйлігіп жүрген шеберлерге айтатынымыз, сіздер 5-6 болсаңыздар, біз Мунира ханымның артында бір топпыз. Біз ол кісіні қорғаймыз, қолдаймыз, әрқашан жадырап, жарқырап, басқалар қызға қарайтын, қызғана қарайтын Мунира ханым болып қала береді деп айтамыз. Сенімді түрде келіңіздер, үйреніңіздер, көп нәрсені сіздерге үйретеді деп айталамын. Біз міне 22 адам үйрендік осы жолы. Бәріміз бір-бірімізге бауыр басып, соңғы күндері қимастықпен кетіп атқан жайымыз бар. Алдағы келетін студенттерге, осы келетін балаларға сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Сіздердің осы жерде жиналып, осы мастер-классқа уақыттарыңызды бөліп келіп отқандарыңызға мен өте қуаныштымын. Бұл мастер-класста сіз өздеріңіздің орындарыңызды табасыздар деген үміттемін. Себебі мен бұл мастер-классқа қатыса алған жоқпын, мен жолда болдым, мен тараздықпын. Алматы қаласына келдім, мен өмірде өте қатты сүрінген адамның бірімін. Алматыға келгенде қашып келдім, сонымен келдім. Жақсы бір мотивация берген ағам болды. Ол кісі мен айтты, сенің қолынан келетін тамақ істеумен және массаж жасау деді. Сонымен тамақ керемет дайындаймын, бірақ тамаққа мен айтты, мен қош, мен шыдамсызбын дедім. Сонымен сен массажға бар деді. Мен Мунира ханымды бір-ақ рет көрдім, бір-ақ рет таңдап келдім. Мен ол кісіні ойланып, толғанып, бұл кім, не деген зерттеген жоқпын. Сонымен келгеніммен міне сіздердің алдарыңызда тұрмын. 20 күн ішінде мен керемет массажист болдым. Сол айтарым сіздерге. Мунира ханымға үлкен рахмет. Ол Қуаныш Шомбай деген мықты бизнеспеніміз бар ғой, соның қарындасы. Міне көрдім, керемет массаж үйреніп алып, ағасының басына массаж жасап беріп жатыр. Не деген керемет, осында керек қой. Ал келесімізге мен жақсылап жатыр ма? Ал құрметті қадірменді қонақтар, бүгін біздің мерекеміз, біз бітіріп жатырмыз. Өрлеу 12-ні. Мунира ханым, сізге үлкен рахмет айтамын. Қазағым деп жүрегі соғып тұрады. Біздің арамызда ешқандай орыс жоқ, басқа ұлт жоқ, тек қана қазаққа ғана үйретеді бұл кісі. Мен бұл кісінің кейбір сабақтарын жіберіп алатын. Менің өзімнің мамандығым тіс технигімін. Көбінесе сұранып кетем, арасында жұмысым бар дегендей. Сол кезде бұл кісіні прямой эфирде, тікелей эфир болып жатқанда көрдім, жылап, бір әңгімесін айтып жатқан. Бүгін сабақты жіберіп алдым. Мына кісінің, осыншама бұл кісі туралы білмейді екем деп. Содан мен де жыладым қоса. Сөйтсем, WhatsApp-тан жазып жатыр қыздар. Мунира ханымның 4 февраль күні туған күні ғой. Үміт, бір өлең жазып жіберші, арқаңды ұстатып деп.
содан жұмысты тастайын десем, бірақ уже шабытым кеп тұр екен, сол кезде өлең шығара бастадым бұл кісіге. Ең бірінші бұл кісінің өзінің массажист болғаннан кейін, осы кісіге арнап, мына 4 жыл өлеңді айтып берейін сіздерге. Бұл Мунира арулардың аруы, нәзік саусақ, нәзік қыздың қаруы, қолы алтын сары қызды білсеңіз, емге шипа, алақаны дәрі деп. Одан кейін енді естіп жатсыздар өздеріңіз, КТК-дан келді, оқушылары өзінің жаңағы арыз жазып, еғіп жатыр ғой, балағаттап. Алаяқ деп, іші күйген кезде, жылаған кезде маған шыққан келесі өлең қазақ деп соққан жүрегі деген кішкене өлең шумақтарын оқып берейін. Жүрегі қайсар, ол мықты, Қытайдан қазақ қыз шықты, сылаудың қас шебері, Мунира екенін елі ұқты. Құрышы қалай шынықты, тура айтып бетке шындықты, көре алмай күйіп дұшпаны, қалтасын санап құнықты. Деп түсінікті шығар. Сізді бүгінгі жеңісіңізбен құттықтаймын, керемет кеш өтіп жатыр. Қажымұқан мырза, сізге де рахмет. Осы бастаманы бастап, қалаушысы Мунира ханым боп, президенті Қажымұқан Ғабдоллаұлы, сіздерге көп рахмет айтып, өзіміздің курстарымыздың атынан сіздерге үлкен не береміз, басымызды иеміз. Рахмет сіздерге. Қобалжып кеттім ғой. Барлықтарыңыз жақсы үйреніп алып, маған риза болсаңыздар болды. Маған ризалықтарыңызды білдіріп, қуанып, осын ары қарай жалғастырсаңыздар болды. Басқа маған еш нәрсе керек емес. Әйтеу мені жамандамаса болды десем, болды, қалған. Сәлеметсіздер ме? Мастер-классқа қатысушылар, сіздердің келген қадамдарыңызбен құттықтаймын. Және Қажетметтің алтын қол асылы шәкірттері, сіздерді бүгінгі алатын сертификаттарыңызбен құттықтаймын. Және Мунира ханым, сізге алғысым шексіз. Көп нәрселер үйрендік. Сіз өнеріңізбен қоса қайсарлықты, қарапайымдылықты, әдемі сөйлеуді және көркем мінезді болуды үйреттіңіз. Негізі Мунира есімі арабия тілінен жан жағына нұр шашушы, сәуле төгуші деген мағынада екен. Енді менің сізге тілерім Алладан отбасыңызға амандық, береке бірлік, тыныштық болса екен. Және де әрқашанда күндеріңіз көңілді, істеген жұмыстарыңыз өнімді болсын. Жан жағыңызға сәулеңізді, нұр сәулеңізді шашып жүре беріңіз дей отырып, сіз алтын уақытыңызды қиып, бізбен бірге болып білім бергеніңізге мен семьямның атынан өз әпекемдей болып кеткен Мунира ханымға сағат сыйлағым келеді. Сағат 10 негізі уақыт. Барлықтарыңыздың алтын уақыттарыңыз бағалы болсын. Алтын уақыттарыңызды өздеріңізге жанашыр, жақын жандармен бірге болуды ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Сүйікті ұстазым, қазағым сүйікті перзенттерін құлыным, құлыншағым деп еркелетеді екен. Жылқыны да өте жоғары бағалаған қазақ. Жылқыны 7 қазынаның бірі депті. Арғымақ жылқылар адамға да сенімді дос серік болған. Арғымақ тұқымынан шыққан таңдаулы жылқыны
тұлпар, сәйгүлік, пырақ, дүлдүл деп дәріптеген. Сондықтан да осы сәйгүлікті сізге сыйлай отырып, өмір жолында, нақ майданда, қамшы салдырмай, шаба беріңіз деймізге. Қазақта шәй тоңсаң бойды жылтады, шөлдегенде шөлді қандырады, ұйқың басса сергітеді дейді. Сол жаныңыз жабырқап бізді сағынған кезде 12-ші өрлеудің жындыларын деп қояйыншы. Сізге мына шәйдің наборын, сервизін сыйлағымыз келеді. Со шәй ішіп отырып бізді еске алыңыздар. Және мына сертификат Мүнира Әтіретқан қызы Сейтмағамбетке Қажетмет массаж орталығының үздік ұстаз ресми түрде растап осы сертификатты 12-ші өрлеу тобының тапсырамыз. Сүйеді жылап тұрып отаның, сүйеді барлық алаш баласын. Ол Мүнира танып ал сен қазағын. Мүнира, дара қыз батыр қызы Мүнира. Мүнира, жаным Мүнира, дара қыз батыр қызы Мүнира. Құрметті халайық, қош келіпсіңіз Қажақмет массаж орталығына. Біздің енді айтатынымыз, мына 20 күн көзді ашып жұмғандай өте шықты біз үшін. Біздер де сіздер құсап осы Қажақмет массаж ортақ массаж орталығына жиналған едік сіздер құсап. Бірақтан да енді біз енді осы Мүнира ханымды өте ұнатып, мен осы Мүнира ханымды көргенде сол кісінің массаж жасау өнерін, шеберлігін көріп, өте ғашық болып қалдым. Бір көргенде интернеттен қарадым да, жиналып осында келдім. Енді осы Мүнира ханымызға шәкірттерін өте нақты тәрбиелеп, өзінің өте қазақи мінезімен, осы қазағыма болсын деген ұрандарымен бізге өте жақын болды осы кісі. Мен өте алғысымды айтамын. Массаж шеберлігін біздің осындай өрімдей болған қазақ қыздарына, осы қазақтарым алға болса екен, массажды дамытса екен қазақтарымның арасында деп бізге бәрі өнерін аянбай үйретті. Мен қуаныштымын. Біз қуанамыз Мүнира ханымның үшін. Мүнира ханым, айналайын, еңбегіңіз өрлей берсін. Шәкірттеріңіз, сіздің осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен шәкірттеріңіз көбейіп, сіздің өнеріңізді іске асырсын. Және сіз мына Қажетмет орталығының қалаушысыңыз. Бірінші рет Қазақтан шыққан осындай өнерлі қайсар қызымыз үшін қол шапалақтап қойсаңыз артық болмас деп ойлаймыз. Біз өте қуаныштымыз. Мынандай орталыққа келіп, осындай массаждың қыр-сырын үйреніп, осы халыққа арғарата жалғастырамыз деп ойлаймыз. Сіздерді де осындай адал ұстазымыз, ұлағатты ұстаз, қазақтың қайсар ару қызымыздан сабақ алуыңызға сіздерді шақырамыз. Ешқандай
абыржымаңыз, келіңіз осындай орталыққа. Біздер ұқсап массаж үйреніп, әр өзіңіздің отбасыңызға жасайсыңыз. Бәріңізге игілік, сәттілік тілеймін. Мына бірге достарымыз азғынның ішінде бауыр тумалас болып кеттік біздер. Бір үйдің отбасындай болуға осы Мүнира ханымның өте септігі тиді бізге. Сізге рахмет, үлкен-үлкен. Белестерден көріне беріңіз. Мүнира ханым, сізді біз өте жақсы көреміз. Жаныңда қазақ, ұлтыңның күресі бағышың. Әр ай сайын осындай 20 балаларымды ұзатамын. Маған ауыр тиеді бұл кісілердің кетуі. Сағынам. Бәріменен енді құрбы болам мен. Оқушы емеспіз, енді құрбымыз. Алла қаласа Ақтауға, Ақтөбеге іздеп барам барлықтарыңыз. Көңіліңізді босатпаңыз. Мен әрең тұрым, кірпігім түсіп қалады жыласам. Ал енді кім сөйлейді, жаңа деп білдіреді. Ондай болса біз әне жерде осы сіздердің бойларыңыздағы тұрған жағы сертификатында лицензия жоқ екен. Сертификаты заңсыз екен деп жатқан осы екі сұраққа, сауалға жауап беретін екісін шақырайын. Беретін қолдарыңызға беретін қағаздың заңды екен растайтын Қажымқан Ғабдолла мырзаны шақырам. Жаңағы лицензия жайындағы сөйлейтін мына жерде Айжарық деген мырза отыр, сол екісін ортаға шақырам, сол екісі сөйлеп берсін сіздерге. Қысқада нұсқа қылып, содан ары қарай балаларымыздың бітіру куәліктерін таратайық, әнімізді айтайық, биімізді билейік. Өз атымнан Мүнира ханымды қолдаймын. Оның анық екенін, ашық екенін, жүрегінің таза екендігін әуел Алла біледі, содан кейін біздің көзіміз оған анық жетеді. Ал енді оны алаяқ деп біреуді қаралау үшін әуелі оны дәлелдеу керек. Енді 20 күн оқуын оқып болып, шығып алып сондай әңгіме айту деген сөз, асыңды ішіп, аяғың тептім деген сөзбен сәйкес келеді. Әрине, мен жаңа кеше лицензия туралы да әңгіме болды. Лицензияны мен де шамалы зерттедік, әртүрлі консультациялар алдық. Лицензияны кімдерге берілетін туралы біздің Қазақстан Республикасының өзінің заңнамасы бар, сонда бекітілген пункттер бар. Бұрын енген, қазір ол алып тасталынған массаждың түрлері бар. Массаждың да түрлері көп. Сіздердің емдік массаждарыңыз сауықтыру массажына жатады. Емдік массаж оны бөлек, ол мануальный терапия деген бар, оның арнаулы білімі бар, дәрігерлер жүргізетін нәрселердің бәрінде лицензия беріледі. Лицензияны, мысалға сіз институт бітірсеңіз, сізге сразу ешкім лицензия бермейді, қанша дәрігер болсаңыз да. Сіз кейбір саланы таңдағаннан кейін, мысалы өзге специалист болады, соны таңдағаннан кейін барып, сіз емтихан тапсырып барып лицензия аласыз. Лицензия дегеннің өзінің орны солай. Біз әрине бұл тарапында тағы да жұмыс істейміз, тағы да зерттеулер жүргіземіз, қолымыздан келгенше қолдаймыз. Енді жалпы сіздердің мінекей жаңа Мүнира ханым да біраз әңгіменің бәрін өзі де айтып кетті, қорқатын ештеңе жоқ. Екі қолға бір жұмыс таппай жүрген адамдар көп. Оның ішінде мынандай нәзік жандар қазір біреудің барып қорасын тазалай алмайды, жерін қазай алмайды. Қолдан келетін нәрсе адамның істегенін адам істейді ғой. Массаж жасау деген сөз былай бір қарағанда кез келген адам арқаңды қолап береді, бірақ оны біліммен істеген жақсы. Отырыңыздар. Осындай кең байтақ бар жерімнен айналдым. Қысқада нұсқа уақыт шектеулі, дипломдарды дайындайды. Бір ауыз сөз, мен көп сөйлемеймін. Мен Көкшетау жақтан келіп тұрған оқуға келген жайым бар. Мен бұл массажды 15 жыл қызмет қыламын. Нетрадиционный медицинамен айналсам. Бір кезде Қытайға қаңғып осы оқу именно массаж алуға деп бәріміз бір Қытайға қараймыз ғой. Мен Қытайға барып 3 ай барып Шанхайский маған диплом әперем деп мені отырғызып кеткен бір қазақтың қызы, Қарағандының қызы. Сонда барып мен Қытайда үйренем деп мен алданыш, бұл Қытай деген ешқашан білімін біз қазақ құсап көрінгенге ұстатпайды.
Әлгі айтады ғой, көріп үйрен да жирен дейді. Қолыңыздан келсе істейсіздер. Мен де 15 жыл қызмет қылып, мен осы кісіні, менің қасымда подружкам келе алмай қалды, больницада жатыр, ол келеді. Сол қыз 6 айдан бері көріп жүріп, мен бұл кісіні бір көргенімнен келіп тұрмын да. Потому что мен 2011 жылдан Қытайға барып, өнерін үйренемін деп үйрене алмаған. Ширманы жауып қоятты. Менің білетінім олар менен үйренгісі келетті. Сонда көргем. Бірақ осындай бір мен кезінде 2008 жылы осындай артымнан халық ерткен қыз болатынмын да. Мені таптап жығып аяқтың астына басып кеткен. Менің сіздің жолдасыңыз болса, менің жолдасым жоқ. Әлгі қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан дейді. Біздің көре алмаушылықтан шығады. Бұл болам деген қазақ бәрі бірдей болып кете алмайды, мастер дегенді. Ішінен біреу шығады. Сол ішінен бір екеу шықса да сіздің жемісіңізді. Сондықтан сізге қарап мен жылап отырмын да. Алла жылатпасын. Адамның жылағаннан тек қана нығаясыз, өсесіз, өнесіз, көресіз. Сондықтан да Мунира ханым, сіз деген бұған бір грамм нерв деген келмейді. Сіз мүгедек болатын болсаңыз, менің де позвоночный травмам бар. Бірақ осы істі алып кетіп, нан жеп жүрген қазақтың бір қызы мен боламын. Сондықтан 2 қызым бар. Осы жерге келіп, сіздің өнеріңізді алып көремін деймін. Біраз көрмегендерім, Қытайдан көрмегенімді мен сізден көріп жатырмын. Сондықтан қазағым, мен сіздерге айтамын. Қазақстанда жүріп, массаж деген адамның бірі мен едім. Бірақ та мен мынандай өзім точечный массаж мен де білем. Талай адамды мен де жыққам. Менің де керемет клиентурам бар. Бірақ та Қытайдың өнерін білу деген, бұл сіздерге бірден бір берген себеп, бұндай мастерді сіздер таппайсыздар. Мен соны айтамын сіздерге. Түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын. Рахмет, көп. Ал қадірменді қалайық енді мына шәкірттердің сертификатын табыс етейік. Біздер сертификатымыз заңды деп жатырмыз ғой. Біздер бұларға диплом берейік дегенбіз негізінде. Бірақ та өздері айтты, сертификат дұрыс болады деп. Сондықтан да сертификатты бір-бірлеп табыс етейік. Бұл да бір үлкен құжат. 2019 жылдың қаңтар ақпан айларында қажетпен массаж үйрету орталығында батыстың классикалық массажы мен шығыстың нүктелі массаж әдістері бойынша бағдарламасы бойынша 160 сағат үйретуші ұстаз Мунира Тәретхан. Оқуды жоғары деңгейде бітіріп шыққаны үшін Бегендикова келесі Таукебаев Ақылбек Жылқыбайұлы. Жоқ па? Мұстапина Айнұр Чигарай қызы дейді. Ой, көкес. Ақ бата алып ата көрген олға, алға топпен амандасу менде. Сопиева Гүлмира Бейсенбай қызы. Арқа қағып ағалар үнімдейді, сәлем берсең жеңгелер күлімдейді. Абыз кеуде қарттардың батасын алып, Дауыл Парасат. Ой, малас. қара ен қанысан. Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күресші бағышын.
Берманова Жанар Тимурқызы. Ой. Серікхан Анар. О. Бақытты болсын. Абилова Мақпал Жайлаухан қызы. Бақытты болсын. Қазақтың арысың, жанысың, бағысың, барысың. Бакиров Қияс Орынбайұлы. Үстен болсын. Жұлдызын жисан қаламның, жұпарғын батталамның. Енді денесіне көріп тұрсыздар ғой, керемет үйренген, не? Өзім заявка тастап қалдым ғой, Қиястаба табаныма массаж жасап берші деп. Керемет, рахмет. Түркменбай Зухра Мұңтұрған қызы. Ой, көкес. Салауат Ләззат. Шайманова Әсел Қыдырғалиқызы. Ақтаудан келген қарындасымыз. Ол елімді сағынғасын келдім, жарық берген шұғыламсың елім, бой түзейтін құбыламсың менің. Оразбаева Назира Берікқызы. Алға топпен амандасу мендет. Келесі сертификат Мунираға беріледі. Әтіретхан емес, Нұрлан Мунира. Бақытты болсын. Дара қыз батыр қызы Мунира. Өтешева Ұлболсын Тасқарай қызы. Ұлболсын мен Тана деген апалы сіңілі бірге оқы дегі бітіріп шықты. Мені Тана. Так, Баетова Айзат Сүйінбек қызы. Қазақ жастары қия басмады, алға басады, көзімді ашқалы. Қараңыздар. Бір күні бұл кісі маған звондап тұр. Менің аяғым ауыр, массаж үйренсем бола ма деп. Соны мен айттым, келе бер болады деп. Соны келеді дегенім жақсы болды. Келіп үйренген жақсы болды. Өрлеу бірден қазірге дейін бізде 5-ші жүкті әйел кеп үйренген 5-шісі сіз боласыз. Әуелі өрлеу 3-те бір қызымыз болған толғағы кеп тұрғанда осы сақанада тұрып өлең оқып, құттықтау айтып, сертификатын алып кеткен қазір үйінде БПС-мен бірге маған қолдау көрсетіп отырады. Міне көп ондай. Одан бізде келіп жатқан балалардың барлығы әр қаладан келіп жатыр. Маңғыстау, Чымкент, Қызылорда, Жезқазған, Астана. Өзі Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатыр. Бақыттымын да қойсам. Кейін әр қалаға қыдырып барсам, бір
мен бір қызық айтқым келеді. Қазір мен балаларыма осындай гүл беріп, алтын қағымнан бастадым ғой. Гүл беріп жасасам, өрлеу 8-де оқып кеткен бір оқушым айтады. Ренжіп, бүйтіп, смайл жіберіп қойыпты. Ойбай, не болып қалды десем, кеше деген мастер-класста бәріне гүл беріп, бізге гүл бермегенсіз деп. Ана, біз үйде боламыз ғой, 7 баламыз бір үйде. Әжем менен үлкен әпкеме тығып бүйтіп құртым беріп жатады. Сол кезде мен көріп қоятынмын. Сон барып әжеме маған құрт бермедің деп жылайтынмын. Сол сияқты балапандарым мына әр ағымда беріп жатқан гүлдерімді көрсе өкпелеп қалады. Балапандарым, Қажетметтің 1 жылдық тойында берем, сіздерге де берем. Немді аяймын, еш нәрсемді аямаймын. Берем, ол кезде сіздерге берем, бұларға бермеймін. О, не? Жебіртеке бар ма екен? Бер қарай келе ғой. Ондай болса, Мүнира әнін қойып, орнымыздан тұрып отырып, шампанымызды атып отырып, ана стакандар тараттың ба? Тарат, бәріне тарат. Мүнира әні қатсылап отырып қой. Қой тойлаймыз, беймейдеміз. Келінім, әр шәкірт биік құрғанға, Мүнира қызы білгеніміз. Мүнира, Дара қыз батыр қызым Мүнира, Мүнира, жаным Мүнира, Дара қыз батыр қызым Мүнира. Алға Қазақстан! Алға Қазақ! Жылап тұрып сүйеді қазағым, сүйеді тасыр тасын, айтады баймысың деп қазағым, бұл Мүнира танып ал қазағым. Мүнира, Мүнира,